Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Қазір екінің бірі мықты бизнесмен болғысы келеді, бірақ барлығы қандай бизнес бастарын білмейді. Әрине, бір сәтте әлемге әйгілі бренд иесі немесе миллионер атану мүмкін емес. Бірақ соның алғы шарты ретінде азын-аулақ ақшамен бастауға болатын бизнес түрлерімен таныстыра кетейік. Бізден контент, сізден лайк. Бірінші орында ол әрине сауда-саттық. Өндірушіден немесе өзге сатушыдан көтерме бағада алған дүниені саудалап табыс табуға болатын бәрі білер. Алайда бұл кәсіп дәстүрлі болғанымен оның жолы жаңарып келеді. Мысалы, енді сіз үйде отырып-ақ түрлі халықаралық интернет дүкендерінде сатушысы атана аласыз. Дәл осындай маркетплейстерде саудамен айналысудың артықшылығы сол. Басында көп шығын қажет етпейді. Тек сатып алушы табылған жағдайда қолда бар қаражатқа тауар аласыз. Негізі бұл тауар сатудың бір ғана көзі. Одан өзге әлеуметтік желі мен күнделікті өзіміз қолданып жүрген мессенджерлер арқылы да сауда айналымын көбейте аласыз. Аз ғана қаражатпен бизнесмен атануға тағы да бір идея ол гелий шарлар ұсыну. Қандай мереке немесе туған күн бұл маңызды атрибутсыз өтуші еді. Дәл осы кәсіпке тек гелий баллоны мен шар қажет екенін ескерсек, шығын мүлдем жоқ десе де болады. Егер жалғыз тәуекел етуден қорықсаңыз, серіктеспен жұмыс істеу арқылы үлкен нарықтың сұранысын жаба алатындай жоба бастай аласыз. Қазіргі заманда айналамыз жеңіл-желпі фастфудқа толып кеткендіктен дұрыс тамақтану үлкен мәселе болды. Осы проблеманың шешімі сіздің бизнесіңізге айнала алады. Егер сіз пайдалы тамақ дайындап, оны жеткізіп берсеңіз, көп тапсырыс алатын едіңіз. Осыған қосымша ретінде жартылай дайын өнімдерді де ұсына аласыз. Жұмыс басты адамдардың ас әзірлеуге уақыты жоғалтқысы келмейтіні анық. Әлеуметтік желіде парақша ашып, оны дамыта беріңіз. Жарнама жасауда таргетте таптырмас құралға айнала алады. Осылайша бір нүктеден бастай отырып, сұранысқа қарай бұл бизнесті кеңейте аласыз. Бұған көп қаражат та керек емес. Мықты аспаз тауып, санитарлық тұрғыда тазалық сақтасаңыз болғаны. Қорытындылай келсек, тәуекел деп үйден аз ғана қаражатпен ашып дамыта беруге болатын бизнес түрі сан алуан. Бүгін естіген мысалдарыңыз сондай жобалардың тек бірнешеуі ғана. Бастысы нарықтың сұранысын таба білу керек. Сіздің назарларыңызда 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары болды. Келесі жолы қандай тақырыпты қамтыған видео көргіңіз келеді? Пікір қалдыра отырыңыз.